Бұл видео сабақта Google Classroom сервисінің қосымша баптаулары жайлы айтамыз. Бұл баптаулар сіздің негізгі жұмысыңызға әсер етмеуі мүмкін, дегенмен оларды білсеңіз, өз жұмысыңызды жақсарта аласыз. Сіз платформаға тіркелгенде негізгі бетте тұрған сурет кездейсоқ ретпен пайда болады, және сіздің пәніңізге қатысы жоқ суреті болуы да мүмкін. Сіз оны өзгерте аласыз. Ол үшін «Выбрать тему» батырмасын басыңыз. Мұнда сіз 6 бөлімде суреттер бар екенін көресіз. Бұл бөлімдерден өзіңіздің пәніңізге сәйкес сурет таңдасаңыз болады. Немесе өзіңіздің компьютеріңізден сурет жүктей аласыз. Ол үшін «Загрузить» батырмасын басыңыз. Выберите файл на компьютере және өз компьютеріңізден қажетті файлды таңдаңыз. Суреттің өлшемдерін реттеңіз және «Выбрать файл» батырмасын басыңыз. Келесі маңызды баптаулар бөлімін көру үшін сол жақтағы жоғары бұрышындағы 3 сызықша белгісін басыңыз және ең астындағы «Настройки» бөліміне кіріңіз. Мұнда сіз бірнеше қосымша баптауларды көресіз. Әдетте сіз платформамен жұмыс жасау барысында оқушылардың платформадағы әрбір әрекет үшін электронды поштаңызға хабарлама келіп отырады. Бұл сізді артық алаңдатуы мүмкін. Сондықтан олардың кейбірін өшіріп қоюыңызға болады. Мұнда сөйлемдер ағылшын тілінде болуы да мүмкін. Сіз оларды онлайн аудару сервистері арқылы түсініп алсаңыз болады. Сондай-ақ, платформаның мобильді қосымшасы бар екенін есіңізге саламыз. Мобильді қосымша арқылы сіз телефоныңыздың көмегімен барлық амалдарды орындай аласыз. Осы видеоның сипаттамасында Android және iOS-ға арналған мобильді қосымша сілтемесі берілген. Егер сіз қашықтықтан оқытуды жүйелі түрде ұйымдастырғыңыз келсе, Google Classroom платформасы өте жақсы шешім бола алады.